Сәлем достар. Біз бүгін Қазақстан туралы топ-10 қызықты фактіге тоқталатын боламыз. Қазақстан тарихи және мәдени тарихы өте бай ел. Еліміздің шексіз даласы, керемет табиғаты және түрлі тағамдары ғана емес, сонымен қатар ерекше қазақ жерінде ғана кездесетін ерекшеліктермен де танымал. Мен осы ерекшеліктерді еске түсіру үшін қызықты мәліметтердің шағын ондығын дайындадым. Бірінші ерекшелігі Қазақстанда 3 уақыт белдеуі бар. Ал Қазақстан даласы Біріккен ұлттар ұйымының білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі комитеті ерекше қорғалатын аумақтар тізіміне енгізді. Екінші ерекшелігі Қазақстан ең көп шай ішетін топ 10 елдің қатарына кіреді. Сусындар арасында танымалдылығы жағынан ол судан кейінгі екінші орында орналасқан. Үшінші ерекшелігі Алматыда 28-ші гвардияшы Панфиловшылар атындағы саябақтың аумағында орналасқан атақты Вознесенский соборы бар. Оның ерекшелігі ол бірде-бір шегесіз салынған екен. Төртінші ерекшелігі Қорғалжын қорығына қызғылт фламинго ұшып келетін әлемдегі ең солтүстік орын Қазақстан болып табылады. Құстардың саны 36 мыңға жетеді. Қорық ЮНЕСКО тізіміне енгізілген. Бесінші ерекшелігі 80-ші жылдардың басында салынған Алматыдағы Көктөбе тауындағы мұнара. Әрине, теңіз деңгейінің биіктігін ескеретін болсақ, әлемдегі ең биік телемұнара болып саналады. Алтыншы ерекшелігі Медеу. Жасанды мұз алаңының ең үлкен алаңы 10,5 метр квадрат болатын қысқы спорт түрлеріне арналған әлемдегі ең биік мұз айдыны. Жетінші ерекшелігі тағы да бір қызықты факт. Алғашқы рет жылқылар қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілген. Сонымен қатар қазақ даласында игерілмеген кеңістігінде жабайы түйелер мен жылқыларды әлі де кездестіруге болады. Сегізінші ерекшелігі Қазақстанда бірегей Балқаш көлі орналасқан. Онда судың жартысы тұщы, ал қалған жартысы тұзды. Ғалымдар бұл құбылысты әлі де түсіндіре алмай келеді. Тоғызыншы ерекшелігі Екібастұздағы Грес 2 мұржасы. Әлемдегі ең биік болып саналады. Тіпті Францияның астанасындағы Эйфель мұнарасынан да асып түседі. Осылайша 10-шы ерекшелікке де келіп жеттік. Алма мен қызғалдақтардың тарихи отаны Қазақстан екендігін ғалымдар дәлелдеген. Іле алатауының етегінен шыққан бұл әдемі өсімдіктер барлық елдерге қоныстанды. Бүгінгі таңда әлемде осы гүлдердің 3000-нан астам сорты бар. Олардың көпшілігі жергілікті қызғалдақтардың ұрықтары. Сондай-ақ біздің еліміз планетадағы барлық алма ағаштарының отаны. Себебі Сиверс алма ағаштарының алғашқысы Қазақстан жерінде табылған. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Қазақ контентінің дамуына үлес қосайық.